Қайырлы таң достар, қазақ жеріне, қазақ еліне жаңа заман смартфоны келді. Соны қарауға тамашалаңыздар. Сәлем достар, көптен күткен iPhone 12 туралы презентацияда айттық, басқа мәліметтермен айттық. Енді ол Алматыға, өзіміздің қаламызға, өзіміздің қазақ жеріне, қазақ еліне жетті. Ал енді менің алдымда қазір iPhone 12 мен iPhone 12 Pro. Қандай екен көресіздер, қолмен ұстап көреміз. Дизайнын көріңіздер. Қайталап айтайын, мынау iPhone 12, мынау iPhone 12 Pro. Естеріңізде болса, презентацияда айтылғандай, мынау 12 mini мен 12 ақ түсті болады, 12 Pro мен 12 Pro Max қара түсті болады. Енді қорабының өзінен байқалады қалай екен. Енді ішкі құрылысында не бар екенін көрейік. Мынандай, осы уақытқа дейін iPhone-дардың ашқан кезде беті былай болса, енді қазір мынандай түрі. Екі камерасы болады. Келесі жылы iPhone 13-те 4 камера болады. Түстері ақ, көк, жасыл, қара және қызыл. Мына қазір бізде қолымызда көк. Мен ойымша бұл ең көп алатын түсі сияқты. Енді көп айтқандай, бұның ішінде қуаттағыш болмайды, бұның ішінде құлаққап болмайды. Бұның ішінде мынандай қағазы бар. Қағаздың ішінде инесімен мынандай жабыстырғышы бар. iPhone бұрынғыдай Lightning, бірақ естеріңізде болсын, мынау Type-C. Бұрынғы бәріміз қолданып жүрген қуаттағыш адаптер келмейді. Басқасын алу керек. Бұған тағы да қосымша презентацияда айтқандай, бұған тағы да қуаттағыш магниті болады. Бұл әлі Алматыға келген жоқ. Келген кезде әлі қосып көреміз, қандай екенін көресіздер. Бұны бөлек алу керек, естеріңізде болсын, қорабында болмайды. Ал енді басқа ештеңе жоқ, түрін қарасаңыздар, жіп-жіңішке. Енді смартфонның өзінің беті осындай. Енді шын айтсам, маған да ұнап тұр. Ескі дизайнға қайтқан деп шын айтқан екен. iPhone 4 пен 5-те осындай шет-шеттері осындай болатын. Біз iPhone 12 дизайн жасағанда iPhone 5 пен шабыттандық. Қолда жақсы отырады екен. 11 мен салыстырсаңыз, салмағы өте жеңіл. Енді ішкі құрылысына әлі келеміз. Қазір мен айтайын деп тұрған дизайны. Үстінде таза, мына жағында бұрынғыдай өшіретін басты батырма. Астында Lightning-ның өзі динамик, дауыспен батырмалары. Сим-картасын солға қойып қойған. Бұрынғыдай камерасын қалдырғанын, мен де бұйырса өзіме алатын шығармын, осындай көк түсті. Енді көп ұзамай iPhone 12-ден iPhone 12 Pro-ға да көштік. Енді түрін қараңыз, өте әдемі жасалынған. Естеріңізде болса, көп смартфондар сатып алған кезде жақтауына алтын жақтау алатын. Мынау өзі алтын түсті, өте әдемі көрінеді. Бұның үш түрі ғана болады. Сұр, осындай алтын және қара түсті. Негізгі айырмашылығы, бұның камерасынан айырмашылығы, бұның жақындату телеобъектив дейді. 2-3 есе жақындата алады. Және бұның байқасаңыздар, қап-қара нүктесі бар. Бұны лидар деп атайды. Лидар ол портретті фотоларды өте әдемі түсіреді. Өйткені ол арақашықтықты ескере отырып, кеңістікті дұрыс түсінеді. Лидар не үшін пайдасы барын айна жолы айттым. Презентацияда айтылғандай, фотоға түсірген кезде анықтау түседі. Видеода түсірген кезде осы түсіп тұрған бөлменің 3D түсіре алады. Бұнда қорабында сол бағанағындай айтқандай қағазы бар және Lightning кабелі бар. Бұған да қосқыш жоқ. Бұл екеуінің де қосқыштары, магнитті қосқыштары екеуінікі бірдей болады. Оны бөлек аласыздар, оны бөлек сатып алу керек болады. iPhone 12-ден бастап сымсыз қуаттау MagSafe жүйесі ойластырды. Оның бағасы болжаммен 22 000 теңгедей болады. Және оны бөлек алу керек болады. Енді түрін қараңыздар қандай әдемі. Қараңыздар қандай әдемі, жақтауы бәрі әдемі жасалынған. Бұның прошивкасы 12, 14-те 1. Енді бұның экраны, басқа мысалы Samsung-та OLED экран, AMOLED экранынан артықтау. Өйткені бұда Retina дейді. Retina деген. Естеріңізде болса, iPad шыққан кезде оның экраны маған қатты ұнайтын. Мынау да сондай. Экраны Retina экран. Бұл OLED-тен де жақсы.
екеуінің экранын салыстыратын болсаңыз, мынау экран 25%-ке жарықтау. Өкінішке орай iPhone 12-де экран жаңару жиілігі 120 Гц болмайды. Әзірше 60 Гц. 120 Гц келесі жыл болады. Енді бағанан бері айтқандай, бұның салмағы кішкене ауырлау, бұның қалыңдығы кішкене көбірек, өйткені бұған тағы да қосымша лидар қосқан үшін. Бұның айырмашылығы, егер iPhone 12 64 ГБ, 128 және 256 болса, бұл iPhone 12 Pro 128 ГБ-тан басталады, 256 және 512 ГБ-тан ішкі жады болады. Азуы 4 және 6 ГБ болып бөлінеді. Екі смартфонда бірдей, бірақ бұның Pro деген не үшін аталғаны, мысалы сіз фотоға түсірген кезде бұда RAW форматында түсіре алады. Ол RAW формат, бірақ бастапқыда қазіргі уақытта істемейді. Оған прошивкасы өзгеру керек. Кейін прошивкасы өзгерген кезде істей бастайды. Ол Pro форматында, RAW форматы басқалардан гөрі артықшылау, өйткені оны бояй аласыздар, өзгерте аласыздар. Келесі айырмашылығы, және бұның Pro деген айырмашылығы, видео түсірген кезде бұған Dolby Vision деген форматымен түсіре алады, және оны 60 секундына 60 кадр түсіре алады. Бұдан әлі оған жеткен жоқ. iPhone 12 Pro-да алғашқы рет Dolby Vision HDR түсіре алады. HDR деген максималды түрде түстерді алып береді, және сол мезетте өзгертіп өңдей аласыз. Сонымен iPhone 12 мен 12 Pro-ның айырмашылығын көрдіңіздер. Енді процессорын көрсеңіздер, бұның процессоры бірдей, екеуінде. Және ең қызығы, бұның камерасы бөлек болса да, бұның аккумуляторы да бірдей екен, 2815 мАч. Аккумуляторын үлкенірек қоюға болатын еді, бірақ өздеріңіз білесіздер, бір күнге шыдайды. Бұл видеода қазақ жеріне алғашқы келген iPhone-дар болғандықтан дизайнды тірідей көрсетуге асықтым. Ал 1-2 аптадан соң толық iPhone 12 мен iPhone 12 Pro-ны 11 Pro мен 11 мен салыстырамын. Айтпақшы, комментарийге жазыңыздар. Немен салыстырайын? iPhone 11 Pro мен бе әлде Samsung S20 Ultra мен салыстырайын ба? Бағалары: iPhone 12 ең арзаны 64 ГБ ішкі жадымен презентацияда 300 000 теңге деп айтылған. Бізге келгенше 494 000 болды. Ал iPhone 12 Pro 128 ГБ жадымен 430 000 теңге тұрады деп айтылған. Бізге жеткенше бағасы 620 000 теңге болып кетті. Сонымен достар, сіздерге iPhone 12 мен 12 Pro-ны көрсетуге асықтым. Мүмкіншілігі зор екен, түрлері әдемі екен. Маған өзіме iPhone 12 Pro алтын түсті ұнады, өйткені ол қымбат көрінеді. Әрине, сізде 11 Pro бар болса, 12 Pro алуға асықпаңыздар. Екеуінің айырмашылығы өте аздау. Болашақта әлі iPhone 12 mini мен 12 Pro Max күтеміз. Оларды өте әдемі, таңғалдыратындай смартфон деп ойлаймын. Осымен видео сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркелмегендер, тіркеліңіздер. Сау болыңыздар. Болды. Осы видео ұнайтын болса, лайк басыңыздар, және келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңдар. Тек iPhone алыңдар.